доставщиктердің жұмысы осындай. Мен сіздерге осыны көрсеткім келген бір жағынан да, достар. Не вот ана жерде. Так, достар, бүгін Глова сумка сатып алдым. Доставканы жасап көрейін деп бір жағынан. Алейкум. Сколько был? 125 кол. Можешь оставить отзыв, брат? Давай, от души. Терлеп кеттім жаңағы. Салып жатқан кезде. Қара тер болып. Мұнда лифт те жоқ сияқты, лифт бар ма екен? Қазір бұйырса кешке Глова сумка сатып алуым керек. Группада бір жігітте бар. Новый Глова сумка сатады. Если что, Глова сумка бағасы 8000 теңге, керек болса хабарласасыздар. Сол жігіттен алсаңыздар болады. Су жаңа Глова сумка. Кешке алып, кешке доставка шығып көреміз. Доставщиктердің жұмысы оңай деп ойлайды көпшілігі. Мен бүгін былай айтқан кезде бірінші рет шығып тұрмын. Көп болды шықпағалы. Басында бір 2-3 күн жүрдім. Енді көптен бері шықпадым ғой уже. Жарты жылдан кейін енді шығып да былай айтқан кезде. Курьерлер 400-500 мың табады дейді. Міне өйстіп жүріп табады олар. Әрине бір точкаге кіріп алу керек негізі. Тұрақты заказ келіп тұратын точкаге. Мопедистердің жасап жүргені явно ерлік қой, базар жоқ. Курьерлердің жасап жүргені, то есть. Так, достар, бүгін Глова сумка сатып алдым. Доставканы жасап көрейін деп бір жағынан. Новый су жаңа сумка. Бірінші доставкамыз 11 километрге 1000 теңге төлеймін деп тұр. Здравствуйте. Брат. Алейкум. Сколько был? 125 кол. Все, рахмет. Давай. Можешь оставить отзыв, брат? Давай, от души. Саламатсыз. Ага, рахмет. Так. Ана, квартираға дейінше от двери до двери деп белгілейсіз. Ас болсын. Ага. Мына Глова сумканың өзі үлкен. Соның өзіне сыймай тұр менің. Мынау клиенттің доставкасы да сол себепті клиенттер, жалпы көрермендер, сіз заказ беретін кезде қараңыздар. Мотокурьер болса, онда шамалы үлкен заказдарға мотокурьерлер апара алмайды да, мысалы ретінде. Кішкентай заказдарды енді апарады. Терлеп кеттім жаңағы. Салып жатқан кезде. Қара тер болып. Еще ананы майыстыр ма дейді. Мен оны қайдан білем, ішіне не бар екен. Жалпы сұрадым, сынатын зат жоқ па деп. Сағат 10-нан кетіп жатыр. Получается, бір сағатта мен 2000 теңге тауып тұрмын ғой. 10 сағатта онда 20 000 теңге табуға болады плюс-минус та. Асықпай ақ қояйық. Гай көкем тұр ол мұн жақта. Бісміллә.
Вот доставщиктердің жұмысы осындай. Мен сіздерге осыны көрсеткім келген бір жағынан да, достар. Инстаграмға, былай жалпы интернет әлеуметтік желіге пост салынса, мопедистер жайлы да, мопедистер аварияға түсті или скутеристер, мопедистерді жаңағыдай гаилер менттер қамап жатыр десе, дұрыс, оларды жүргізбеу керек қалада дейді да. Олардың жұмыстары осы, сіздердің шаруаларыңызды бітіріп беріп жүр. Сол үшін ақша алып отыр мысалға да. Егер мопедистер болмаса, олай тез сіздерге машина доставкаңызды тез мопед сияқты әкеліп бере алмайды. Бісміллә. Последний этаж сияқты. Ане, қазір мен арқаланып кіріп келе жатырмын. Мұнда лифт те жоқ сияқты, лифт бар ма екен? О, наконец-то лифт бар. Қабылдамай тұр, бәлкім үлкен зат шығар. Қабылдады. Не вот ана жерде. Тоқсан бес жоқ дейді, соған енді 2 литрді 95 парайым қалам. Так, бензинімізді құйып алдық. В общем, так, 52. Вот осындай адамдар бар да жолда, апасын. Мен спидометр тақым неге? Ой, нет, пробегке қарап жатыр едім ғой, нешеде құйғанымды есте сақтап қалайын деп. Қараған бойда уже бұрылып жатыр да. Бір сәтке көз алуға болмайды негізі жолдан. Қауіпті, апасын. Сен ана жер тарылдады.